Сәлем достар, XYZ бағдарламасы өз жалғасын тауып отыр. Бүгін бізде Z өкілдері отыр. Мына жағымда Бауыржан, мына жақта Айғаным. Олар Қазақстан білім саласын аса біле қоймайды, өйткені олар қазір Дубайдағы мектепте оқып жатыр. Айған, нешінші сыныпқа барасың? Мен 8-ші сыныпқа барам. Көштің ғой, иә? 7-ні бітіріп. Сен ше? 4-ші. 3-тен 4-ке көштің ба? Дұрыс. Жалпы о жақта оқығандарына қанша болды? Біз бірінші Қазақстанда тұрып, о жерге 5 жылға көштік. Сосын 2 жылға Қазақстанға келіп, енді қайттан бара жатырмыз. Қазақстанда қай жерде оқыдыңыздар? Спектрум. Спектрум. Ол да частный Астана қаласындағы мектеп, иә? International. Окей. Так, одан кейін қалған сыныптар Дубайда оқыдыңыздар, иә? Негізі сіздерге қай тілде сөйлеу, қай тілде ойлау ыңғайлы? Негізі біз сөйлегенде 3 тілде бір уақытта сөйлейміз. Сол үшін біз бір тілде ұмытып кетсек, бірнешені басқа тілде айтамыз. Неге бұлай араластырып сөйлейсіздер? Болашақта кім болғың келеді? Мен әлі білмеймін. Примерно, мысалы, қай жерге, мысалы, дизайнер боламын? Дизайнер, жазушы, сондай. Негізі қазір жазасың ба бір нәрсе? Дневник? Дневник жазасыз. Түсінікті. Дубайдың, мысалы, таңертең нешеде тұрасың, нешеде сабаққа барасың, бір күніңді сипаттап бересің ба? Біз таңертең 6-та тұрамыз, сосын түсімізді жуамыз, киінеміз. Завтрак ішемізде, сосын школьный автобус келеді, бізді алып кетеді. Жарты сағат бәрін осылай алып, мектепке барамыз. Сосын сабақ, регистрация 7:40-та басталады. Сосын сабақ менде 7:50-де басталады, Бауыржанда басқаша. 7:50-де басталады, иә? Сен өз ойында жинақтай бер, иә, сен де айтып бер. Сосын бізде 3 сабақ болады, одан кейін... Неше минут? 50 минут. Сосын үзіліс бар, иә? Ол 20 минут болады. Сосын одан кейін тағы да 3 сабақ болады, 50 минут. Сосын 50 минут үзіліс болады. Сосын тағы да бір... Үзілісте не істейсіздер, мысалы? Біз бірінші тамақ ішемізде, сосын ойнаймыз. Сосын тағы да бір сабақ болады да, бітті. Біз қайттан школына. Сонда жалпы алғанда 4 сабақ бола ма? Мысалы, сағат 7:50-де сабақ басталды дейік, нешеде бітеді? 2:45-те. 2:45-те бітеді, сосын үйге қайтасыңдар, иә? Үйге келгеннен кейін жалпы, мысалы, немен айналысамыз? Менде кейбір күндерде пианино болады, а кейбір күндерде Балка екеуміз кунг-фуға барамыз. Бауыржан, сен мысалы сабақ үйге тапсырма береді ғой. Соны өзім істейсің ба, әкеші көмектесе ме, немесе ешқандай көмектің қажет жоқ, өзің істеп, жаңа өзің тапсыра саласың ба үй жұмысын? Кейде ғана. Кейде не болады? Кейде көмектеседі. Мысалы, қай пән саған кішкене күрделі келеді? Қиын. Қай сабақ? Не қиын? Қай сабақ? Мына жақта Бауыржан кейбір сөз түсінбейді, сол үшін синонимдерді айтуға. Қайсы саған difficult сабақ? Homework? Science. Там физика, химия. Он біріктіреді, сон физика, химия, биология, он бәрін айтады. Science. Ал отдельно, мысалы, биология деген бар ма сіздерде? Жоқ, оларда жоқ. Сізде бар? Уже 6-шы класстан бастап. 6-шы класстан бастап, түсінікті. Жалпы болашақта негізі, мысалы, салыстырма түрде сізде мына жақта Қазақстанда ағаларыңыз, немесе інілеріңіз, бауырларыңыз, сіңлілеріңіз бар, иә, мысалы. Олармен араласқанда, олар қай мектепте оқиды, мысалы? Спектрумда оқымайтындар бар ма? Иә. Солармен бұлай оңаша қалғанда мектеп туралы сөйлескенде жалпы не сезінесің? Мен оларда бір смена деген сондай бар, бізде ондай жоқ. Бауыржан сабақтары нешеде басталады? 8-де 10 минуттан кейін? Иә. Он сабағы сағат 12-лерде немесе 1-ге қарай? Жоқ. Онда сенде неше бітеді? Нешеде? 2:40-та, иә? Жоқ. 2:30, 2:30. Примерно сол. 1-ге қайтасыңдар ма сонда? Жоқ, 3-ке қарай.
Кешке қарай үйде боламыз. 2-15 себетте. Жалпы мысалы мектептен кейін шаршайсыңдар ма? Жоқ. Неше вот жаңа мен мына сұрақпен бастадым ғой. Бауырларыңыз бар шығар мына жақта. Солармен сөйлескенде жалпы мысалы мектеп туралы әңгімелесесіздер ма? Қалай мысалы? Иә, сөйлесеміз. Не дейді мысалы? Не көрдің? Сен сол Дубайда оқығанына бақыттысың ба, немесе мына жақта олар бақытты ма, мына жақта оқығандарға? Тек қана сабаққа байланысты сұрап отырмын. Қазір тек қана мектеп сабақ бойынша. Иә, оларға ұнайды осы жердегі мектептер. Мен маған Дубайда ұнайды, оларға ұнайтын сияқты, иә. Бәрі ұнайды мектептер. Мысалы мектепте сабақ қалай өтеді сіздерде ар жақта Дубайда? Мұғалім ұрсатын кездер бола ма, немесе дауыс көтеретін кездер бола ма? Балалар қатты қыдырып кеткенде әрине. Ол жақтың ұстаздары кім, сонда қай ұлт? Әртүрлі ұлттар бар. Олар да бар, британецтер. Жалпы сізге ең қатты ұнайтын сабақ қайсысы? Маған актерлік шеберлік. Ондай сабақ бар ма, немесе бұл курс па? Жоқ, сабақ. Кәдімгідей мектептегі сабақ па? Актерлік шеберлік. Сонда не өтесіздер мысалы? Ол жерде бізге мүмкін сценарий береді, сосын біз өзіміз айтуымыз керек. Кім болады, сосын оны класстың алдында солай көрсетуіміз керек. Класс сыныпта қанша бала бар сіздерде? Бізде 25-22 сондай. Мысалы сол 25 баланың ішінде мен актер болғым келмейді, мен математик боламын, немесе мен врач боламын дегендер бар болса, олар да қатыса ма бұл сабаққа? Бәрібір? Солай ма? Қандай сондай қызық сабақтар бар сіздерде? Білмеймін, басқасы бірдей сияқты moral education деген бар. Ол не? Ол жерде вообще жизнь сондай туралы үйретеді. Там біз recently музей, там неге музей керек сондай, или дүние туралы үйренгенбіз. Короче, өмір туралы үйренеміз. Ол қалай мысалы мұғалім келеді? Иә. Сосын бізге, например, айтады, осы темаға ол бірінші түсіндіреді сол теманы, сосын оған PowerPoint жасау керек. Там слайд-шоу. Иә. Сондай. 7-ші класты бітіргенде сендерге бір не береді ғой да, жаңа аттестат сияқты. Ол жақта бағаларын көрініп тұрады, немесе компьютерден көресіңдер, Жалпы қандай бағалар алдың сен мысалы? Ең выше балл 6, мен 6-5. 6-5, 3-4 ол жаман, Жоқ, 4 деген нормальный, on target. 3 деген уже 2-1 жаман. 2-1 жаман. Экзамен алғанда мысалы қандай системамен алады? 100 балл бере ма? Жоқ, ол жерде разные сабақта разные балдар. И сосын біз компьютерда істейміз, GL тест деген. Басқаларды можно қағазда істеуге. И сосын мысалы сабақ бітеді. И әрбір 90 сайын бізде 90 мысалы 1-2 айдан кейін экзам алады, солай ма? Бізде қаншама прогресс жасадым, соны көреді. 90 біткеннен. 90 біткеннен кейін, Сіздің ойынша ата-ананың міндеті қандай жалпы балаларға байланысты? Балаларға көмектесу керек, қауіптен сақтау керек, сондайды түсіндіру керек, не істеу керек, не істеу жаман, жақсы, және де көмектесу керек. Сіздер мысалы мектептен келесіздер үйге, сол кезде сіздерге көмек керек па жалпы? Интернеттен бірден іздейсіздер ма, немесе әке-шешеңіз көмектесе ма? Интернеттен де, папам, мамам де. Мысалы, математиканы папам, мамам түсіндіре ма? Мамам түсіндіреді. Қандай теманы мысалы түсінбейсіздер? Мен түсінем, бірақ circumference бір кругтың нешесі, сондайды онша түсінбеймін, сосын мамам түсіндіріп берген. Сіздің мамаңыз мысалы түсіндіріп бере алмаса, келесі күні мектепке барып, мұғалімнен сұраса бола ма, түсіндіріп бере ма? Болады. Неше, ол үй жұмысы қиын бола ма бергенде? Жоқ, кейде қиын, кейде оңай. Мысалы, өте қызықты, сондай бір жайтты айтып бере аласың ба, еске түсіріп? Например, бізге драмадан, мысалы, сценарий берді, ол кезде бір аптаның ішінде кім қай актер болатынын, оны видеоға түсіріп,
дұрыстап эдит етіп соның бәрін сосын жіберу керек мұғалімға, сосын ол бізге баға қояды. Эдит монтажды қай программада істейсіздер? iMovie-да. Түсінікті. Жалпы мысалы мынау Қазақстанда бізде білесіздер, иә, Астана, солтүстік жақтарда мысалы боран болады. Боран болады, сол боран кездері 3-4 апта бойы мысалы сабаққа бармай қалады. Сіздерде қандай сонда қызықтар бар Дубайда? О жақта боран жоқ қой енді. Ол жерде жаңбырға онша көп көрмейді ғой жаңбыр, иә. Сосын кішкене жаңбыр жауса, Дубайдың бәрі осылай су болып кетеді, мектепте даже мост істеу керек осылай, чтобы судың үстінен өттік. Сосын кейде классқа су жетеді. Солай ма? Кейде мысалы бармай қаласыңдар, мектепке? Бірақ бара бересіздер, сендер қазір мектепте, жалпы сен 8 жыл бой, сен 4 жыл бой, меніңше, мен білуімше, қазақ тілі деген сабақ көрген жоқсыздар, иә? Жоқ, біз спектрум деген. Спектрумда жақсы? Мына жақта ше? Жоқ, ол жерде қытайша мен арабша. Қытайша білесіз ба? Сөйлей аласыз ба? Иә, кішкене. Арабша ше? Иә, кішкене. Қайсысын жақсы білесіз? Екеуінде бірдей, бірақ арабшаны кішкене көбірек. Ол міндетті ма сонда, ол сабақ? Иә, негізі, бірақ ол жерде арабша міндетті, бірақ қытайша мен французша болады, сіз таңдайсыз. Нешінші класстан бастап? 2-ші класстан ба. Сонда сен де қытай тілін білесің ба? Иә, Бауыржан сол қытай тілін таңдады. Қытай мен араб тілі? Араб тілін сөйлесе аласың ба? Иә. Bir нәрсе айтып берейін арамызда. Мархаба. كيف حالك؟ بخير شكرا. أنا اسمي ما اسمك؟ أنا اسمي بورجان. Tamam. Керемет. Бауыржан, сен мысалы барыс септік, ілік септік дегенді білесің ба? Мысалы не? Мысалы зат есім, сын есім деген білесің ба? Негізі мынау балаларға бізде екі оқитын балалар болады ғой, мысалы, жаман оқитын балалар. Кейбір нәрсені білмейді ғой. Қазір Бауыржанға қарап, мына менен де жаман екен деп айтқан шығар, сын есімді білмейді деп. Сан есім. Онда бізде не бар? Сан есім қалай? Сын есім? Сан есім дегені. Жоқ, не, қалышынша қалай болады? Бауыржан түсінсін. Там verb, noun. Verb, noun сияқты ғой, сол verb, noun. Мен білуімше саған ағылшын тілінде сөйлеу оңайырақ болады, иә? Do you miss your country? Do you miss Kazakhstan a lot? Yeah. My grandpa, grandma, and my cat. You have cat here. What about in Dubai, in your home? Don't you have a cat? No, I don't have pets in Dubai. Yeah. What's the reason? Well, we live in an apartment, and like it's kind of bad. Like if you have a cat, we want to let it go so it can go and walk. And because here in our grandpa and grandma's house, they live in a cottage, and then they can let the cat go, and then it comes back. So. As I know, you are a good fisher. Your father told me. Can you tell me about fishing? What times do you like to fish? What kind of or types of fishes? Like I fish at night time or like at evening. Yeah. Because at like daytime it's too hot at Dubai. So the fishes they hide under the. Really? Yeah. Not only you, but all the fishes also hide from this hot weather. So, what types of fishes? Like catfish, stingrays. So, for you, fishing is like a hobby, or just after you're fishing, you carry these fishes to your mother and she cooks some food? Yeah, it's both, actually. What about you? What can you say? Is it hobby, just hobby, or is it a food? You supply your family with the food? It's a hobby. It's a hobby. Тартыватыр, баука тағы бір балық ұстады. Давай. Байқа, жібер қама қатысты. Давай. Скат? Скат?
Скат ұстады ма? Баука скат ұстады. Мұнға скат қалай жіберемін қазір. Саған скат. Көтере алмайым, пап. Мұншақ шетке. Қазір давай. Қандай әдемі скат. What about your friends in Dubai? Are there a lot of Kazakh friends or Russian friends? No, I don't have any Kazakh friends like in school right now in Dubai. But like before when we lived here, there used to be a lot. Yeah. Yes. Do you are you keeping in touch with them while you are in Dubai? Yeah. And what do you speak with them? For often? example, what they did or gossip. Yeah. Do you know the singers or artists in here in Kazakhstan by name? Yeah. Whom do you know? Yerkes Mahan. Yes. Dimash. Yeah. What about you? Do you know by name? Singers? Singer Antoine. Mantion. Oh, really? What about K-pop? Do you know K-pop? Yeah. Do you like it? Sometimes I listen to it. Really? So, what about your parents? Do your parents teach you a lot, or your teachers teach you a lot? In your opinion, just what you see. In my opinion, like my teachers, yeah, they teach a lot. But for example, if I don't understand something, my parents also help. Like they also are like teachers. They also help. What about you? How do you find your teachers teach you something? When you go home, you just play, or your parents also teaching you something? Just in your opinion, just it's a question. Sometimes they teach me some like things that I need to do, like to be careful. No, okay. What is Kazakhstan for you? So you live in Dubai now. For you, Kazakhstan is what? Home. Home. Then, but you live in Dubai. Home is Dubai, I think. Isn't it? No. No? I just live there for holidays, like. You live here for holidays only. Yeah, but maybe like for us, like Kazakhstan is like first home. First, okay, okay. Who do you want to be when you get older? What profession do you want to do? I remember you said engineer. Engineer, like your father, maybe. Yes? No, our father is a manager. Manager? Yeah. An economist, I think, yes? Yeah. Yes, yes. What about you? You're going to make screenplays, you're going to write screenplays or something like that, yeah? Yeah, something like that, like drawing, yeah, different things, but I'm not sure yet. Білуімше, мама, папа YouTube каналдары бар, Yeah. ол жақта ән айтады. Көреміз бі жақын арада сол неде? Сендер ән айтасыңдар ма? Иә, бірақ онша айтпаймыз енді. Жоқ, біз олармен бірге айтпаймыз. Мынау хабарымыз соңында Бауыржанға, ағанымға өте көп рахмет айтамыз. Мына жаққа келіп бізбен сұхбаттасқанына. Қазір осы жазғы мезгілде олар Қазақстанда, Қазақстан табиғатын, қалаларын аралап өте жақсы уақыт өткізуде. Және қазір Айғаным мынау Қазақстан болып жатқан челленджге қатысам дейді. Сол челленджді қазір айтып берсін, Абайдың өлеңін айтып береді. Соны бір тыңдап өтейік. Бастаймын. Иә. Көзімнің қарасы, көңлімнің санасы, бітпейді ішімде ғашықтың жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар демес сендей бір адамның баласы. Болады. Кімге жолдаймыз челленджді? Мен осы челленджді Аружанға
жіберем, я жалғастыра берсін. Ал жақсы, сау болыңыздар. Goodbye. Say goodbye. Bye.